Сәлем достар, сіздермен Айнагүл. Бүгін фунчозадан өте оңай дайындалатын салат дайындаймыз. Оған қажетті ингредиенттер: сәбіз, қызанақ, қияр, сарымсақ, тұз, қант, бұрыш, паприка және фунчозаның өзі қажет болады. Алдымен қызып тұрған майға сәбізімізді қуырамыз. Шамалы қуырып болғаннан кейін үстіне қалған көкөністерді салып, тұз, бұрыш, қанттарын саламыз да араластырамыз. Астын сөндіріп, үстіне соевый соусты құямыз да сол қызуына қақпағын жауып бұқтырамыз. Суға, кастрюльге тұз саламыз да қайнатамыз. Қайнағаннан кейін үстіне фунчозаны салып 10 минут бұқтырамыз. Фунчозамыз пісті. Енді үстіне көкөністерді, өзіңіз қалаған ас көктерді салуға болады, араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын болды, өте дәмді. Сіздер де дайындап көруге кеңес беремін. Менің каналыма жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнагүл.